Сәлематсыздар ма балалар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы 20-ға дейінгі сандарды салыстыру. Бүгінгі сабақта 20-ға дейінгі бір таңбалы және екі таңбалы сандарды салыстыруды үйренесің. Суретке зер салып қарайықшы балалар, кімдерді көріп тұрмыз? Балалар. Кімдердің көп екенін анықтайықшы, ұлдар ма, әлде қыздар ма? Ол үшін кәне бірге санап көрейік. Бірінші қыздарды санайық. 1, 2, 3. Енді ұлдарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сонымен қыздар бізде 3, ұлдар 8. Кімдер көп екен? Ұлдар. Кімдер аз? Қыздар. Нешеге аз? Ол үшін 8-ден 3-ті азайтамыз, 5. Сонда нешеге аз екен? 5-ке аз. Ал ендеше енді 3 пен 8-дің арасына салыстыру белгісін қояйық. 3 8-ден артық па, әлде 3 8-ден кем бе? 3 8-ден кем. Келесі тапсырма бізге сөз құрастыр. Мысалдар берілген, мысалдарды шешіп, жауаптарын кему ретімен орналастырып, сөз құрастыруымыз керекпіз. Мысалдарға қарайық. 20 мен 8-дің айырмасы нешеге тең? 12. 10 мен 3-дің қосындысы 13. 19 мен 3-дің айырмасы 16. 17 мен 7-ның айырмасы 10. 14 мен 4-дің қосындысы 18. 12 мен 5-дің қосындысы 17. Енді мысалдардың жауаптарын кему ретімен орналастырып, қандай сөз шығатынын кәнеки ойлап көріңіздер. Енді жауаптарыңызды тексеріп көрейік. Ақ қала деген сөз шықты екен. Келесі тапсырма. Ненің суреті? Ақ қаланың суреті берілген. Ендеше ақ қалаларды санап көрейік. Бірінші қатарда неше ақ қала тұр? 1, 2, 3, 4 ақ қала тұр екен. Екінші қатарда неше ақ қала? 1, 2, 3. Ендеше екі қатардағы ақ қаланы салыстырып көрейік. Салыстыру белгісін қояйық. 4 3-тен артық. Келесі тапсырма бізде салыстыру. Суреттерге қарайық. Сіздерге үлгі ретінде үйректің балапаны берілген басында. 10 жағында 3, сол жағында 2. Яғни 2 3-тен кем. Келесі тапсырмаларды кәнеки өздеріңіз шығарып көріңіздер. 5 3-тен артық. Иттерді санап көріңіздер. 6 4-тен артық. Және де соңғы суретте әтештер тұр екен. 6 мен 6 тең. Жарайсыздар балалар. Келесі тапсырма орындап көр. Сандардың арасына қандай белгі қоюға болады? 10 17-ден кем. 9 12-ден кем. 18 16-дан артық. Жарайсыздар балалар. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар.